Жеңіл дәмді пайдалы Назеркеден сіздерге арнайы ең дәмді көкөніс пен еттен жасалған салат, қуырылған баклажан мен ет қосылған салаттың рецебті. Бұл салатты бір жеп көрсеңіз ұмытпайсыз. Қуырылған баклажан, жұмсақ ет, түрлі көкөністер мен көктердің үйлесімі керемет дәм береді. Жасалуы да оп-оңай, нәтижесі мейрамханадағыдай. Құрама сиыр еті, баклажан, қызыл жасыл тәтті бұрыш, қияр, қызанақ, көк пияз, аскөк, кинза, сарымсақ, соевый соус және дәмдеуіштер. Ең алдымен баклажанымыздың сыртын осылай ашып, орташа қиғаштау көлемде бір келке етіп турап аламыз. Турап алған баклажанымыздың үстіне бір шай қасық крахмал қосамыз. Кез келген крахмал жарайды. Осылай жақсылап араластырып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Оған деген басқа көкөністерімізді турап аламыз. Енді қиярымызды да орташа қиғаштау көлемде жақсылап бір келке етіп турап аламыз. Жалпы салаттың ингредиенттерін бір келке етіп турайтын болсаңыздар, салаттарыңыз өте әдемі шығатын болады. Қуырылған баклажан мен ет мінсіз үйлесім. Көкөністердің балғындығы етке ерекше дәм береді. Бір рет жасап көріңіз, міндетті түрде ұнайды. Көбісі мәзірді сұраған, ал мен сіздермен де бөлісіп отырмын. Қызыл жасыл бұрыштарымызды да осылай турап аламыз. Қайнатылған етімізді де бір келке етіп турап аламыз. Жылқы, сиыр етін қолдансаңыздар болады. Жалпы етті қуырып қоссаңыздар да болады. Көк пияз бен аскөгімізді осылай майда қылып турап аламыз. Егер болса, кинза қоссаңыздар да болады. Бір сарымсағымызды осылай майдалап, майда етіп турап алып қосамыз. Дайын болған баклажанымызды табаға май құйып, жақсылап қыздырып, екі бетін қызарғанша қуырып аламыз. Ал енді соус дайындаймыз. 2 ас қасық зәйтүн майы, 2 ас қасық соевый соус, 1 шай қасық ас тұзы, жарты шай қасық қызыл бұрыш, 1 шай қасық горчица қосып, жақсылап араластырамыз. Және де соусымызды салатымыздың үстіне құйып, салатымызды жақсылап қолмен араластырамыз. Ал салатымыз дайын болған салатымызды тәрелкеге салып, өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Бұл салат тек көзге емес, тілге де ләззат сыйлайды. Қарапайым, бірақ өте дәмді, күнделіктіге де, қонаққа да лайықты. Бұл салат ұнаса, лайк басыңыз, пікірде жазыңыз, тағы қандай салат түрін көргіңіз келеді. Сіздер үшін ең дәмдісін дайындаймын. Мен Назерке үй жағдайында жасалатын пайдалы, жеңіл әрі ерекше дәмді тағамдарды бөлісемін. Жеңіл дәмді пайдалы Назеркеден сіздерге арнайы. Мені жоғалтып алмас үшін қоңыраушаны басып, тіркеліп, пікір жазып, лайк басыңыз.